Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді маковый печеньелердің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басыңыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: сүт, шекер, сұйық май, 2 жұмыртқа, ванилин, қопсытқыш, мак және де ұн керек болады. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқамызды және де 1 жұмыртқаның ағын жарып салып алатын боламыз. Сарысын печеньеміздің бетіне жағуға алып қалатын боламыз. Содан соң 80 грамм шекер және де 1 шай қасық ванилин, 80 грамм сұйық май, 50 грамм сүтімізді құйып алып араластырып алатын боламыз. Және де 1 шай қасық қопсытқышымыз салып, содан соң алдын ала електен өткізіп алған ұнымды қосып араластыратын боламын. Осылай ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жүп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең соңынан қамырымды осылай илеп дайындап алған соң, макты қалауыңызға қарай қоса берсеңіз болады. Содан соң тағы да қолымыздың көмегімен илейтін боламыз. Келесі кезекте дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Мен қамырымды жайып жатқан кезде пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым, дайындап. Содан соң осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне печеньеміз салып дайындап алдық. Содан соң мен жұмыртқам сарысына 1 ас қасық сүтімді құйып алдым және де осы қамырдың бетіне жағып шығатын боламын. Содан соң қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламын. Міне біздің печеньелеріміз де дайын болды. Егер де осы рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.